Логикалық элементтер негізінде қазіргі заманғы цифрлық техниканың барлық есептеуіш құрылғылары құрылған. Компьютердің базалық логикалық элементтері негізгі үш логикалық операцияны жүзеге асырады. Жалпы логикалық элемент дегеніміз логика алгебрасының ережелеріне сәйкес екілік айнымалар мен белгілі бір логикалық операцияның орындайтын электронды есептеуіш машинаның қарапайым құрылымдық бірлігі. Енді логикалық операцияларға тоқталатын болсақ, конъюнктор логикалық элемент және логикалық көбейту. Дизъюнктор логикалық элемент немесе, яғни логикалық қосу. Инвертор логикалық элемент емес, яғни инверсия. Енді әрқайсына жеке тоқталып өтетін боламыз. Инвертор дегеніміз терістеу. Инверторда бір кіріс және бір шығыс болады. Егер кірісте сигнал жоқ болса, яғни сигнал жоқ болса, онда шығыста сигнал болады. Керісінше, кірісте сигнал болса, ал шығыста сигнал жоқ болады. Гемис логикалық элементінің қарапайым моделін қарастыратын болсақ, мына жерде бізде Галвани элементі берілген, ол қарапайым бізде батарейка болып табылады. Егер мына жерде ауыстырып қосқыш жанбаса, яғни 0 болса, мына жеріміз, яғни ортасы жалғанбаған болса, онда біз батарейкадан зарядталып шығамыз да, жалғанбаған болса, тіке осылай жүріп, біздің шамымыз жанады, яғни терісте орындалады. Егер ауыстырып қосқыш 0 болып тұрған кезде, онда бізде шығыста керісінше лампочкамыз жанады. Керісінше істейтін болсақ, онда біздің ауыстырушы қосқышымызды жалғап қоятын болсақ, яғни 1 болса, ол кезде батарейкадан жүретте, мынау тұйықталған 1-ді білдіріп тұр, онда айналып жүре береді осылай. Шамға жетпей қалады. Яғни 0. Мына жерде біздің шамымыз жанған жоқ. Яғни кірісте 1 болды, шығыста 0 болды. Конъюнктор, яғни конъюнкция. Конъюнкторда бізде қазіргі таңда 2 кіріс бар, міне 2 кіріс және 1 шығыс бар. Сонымен қатар конъюнктордың өзінің арнайы және деген таңбасы бар. Осы арқылы біз оның конъюнктор екенін білеміз. Конъюнктор дегеніміз және логикалық элементі болып табылады. Бұл ресейлік стандарт болып табылады. Кей жерлерде антистандартта қолданылады, бірақ көбіне ресейлік стандартпен жүреді. Конъюнктор сызбасын түсіндіріп өтетін болсам, шам қай кезде жанады? Шам екеуі де 2 ажыратқышта тұйықталған болса, яғни екеуі де тұйықталған болса, батарейкадан заряд өту арқылы шамды жағады. Екеуі де, яғни екеуі де 1 болған кезде бізде ақиқат мән, яғни шамды жағады. Енді егер бір ғана ажыратқыш қосқышымыз тұйықталып, екіншісі тұйықталмаған кезде, онда біздің шамымыз жанбайды. Себебі батарейкадан өткен кезде зарядты аламыз да, дәл осы жерге келгеннен кейін екінші бөлікке өтпей қаламыз. Себебі мына жерде біздің ажыратқыш қосқышымыз істелмей тұр, қосылып тұрған жоқ, яғни тұйықталып тұрған жоқ. Яғни 1-де 0 болған кезде бізде 0 болады. Ол кезде бізде шам жанбайды. Дизъюнктор, бұл яғни дизъюнкцияны білдіреді, дизъюнкция операциясын білдіреді. Дизъюнкция операциясын білдіру үшін, яғни 1 деген таңбаны көрсетіп тұрады. Дизъюнкторда, яғни 2 кіріс болады. Дизъюнкторда 2 кіріс және 1 аутпут шығыс болады. Яғни, егер 1 және 0 болса, бізде 1 мен 0-дің қосындысы 1-ге тең. Ал 0-де 0 болса, аутпутта
0 шығады. Шам қай кезде жанады? Шам жанады егер бір тізбек тұйықталған болса. Яғни зарядтан алып тоқ жүреді, шамды жағады. Бір ғана тізбек тұйықталса, шам жанады. Немесе керісінше істесек, яғни үстіңгі жағы қосылып тұрған жоқ, астыңғы бөлігі қосылған болса, онда батарейкадан заряд алып, тоқ жүріп, ол шамды жағатын болады. Яғни тек қана бір ғана қосқышымыз қосылған болса, онда біздің шамымыз жанатын болады. Берілген төмендегі логикалық функциялар үшін электрлік сызба құрыңдар. Бірінші мысал В конъюнкция және жақша ішінде А мен В-ның конъюнкциясы. Енді сіздерге айта кетейік, бірінші міндетті түрде біз нені орындаймыз? Жақшаның үшін орындаймыз. Ол үшін конъюнкцияны орындайық. Бізге тізбекті құрып алайық. Яғни тізбек болған жерде бізде конъюнкция А және Б кірісі болады. А және Б кірісі. Сонымен қатар аутпут шығысы бар. Енді бізге сырттағы Б жақшасы, яғни Б-дан конъюнкция болады. Б-дан конъюнкция. Б-дан не? Конъюнкция шықты. Бізде АБ конъюнкциясы, А және Б кірісі және шығысын салдым. Одан кейін Б-дан конъюнкция. Б-дан конъюнкцияны алдым, және оның шығысы.